Қайырлы күн баршаңызға. Осындай қытырлы қатпарлы болып шығатын ерекше Наполеон тортын дайындаймыз. Қатпарлы өте әдемі ерекше болып шығады. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Лайк басып пікір қалдыра отырыңыз. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға салқын суымызды қосамыз, тұз саламыз және алма уксусын қосып, үстінен 2 жұмыртқамызды салып, шаншқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыз да суымыз да мұздай болуы қажет. Жақсылап араластырып болғаннан соң бір шетке алып қоямыз. Енді бөлек ыдысымызға ұнымызды салып, сары майымызды 82%-дан жоғары болуы қажет. Ұнға аунатып, үкіштен өткізіп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, сары майымызда мұздай болу қажет. Еріп тұрған сары май болса, ол сары майларыңыз үкіштен өтпейді. Сондықтан сары майларымыз қатты болу қажет. Ұнға ауната отырып, осылай үкіштің көмегімен барлығын өткізіп алатын боламыз. Сары май мұздай болса, осылай әдемі болып өтетін болады. Барлығын өткізіп болғаннан соң, жақсылап ұнмен араластырып алып, крошки жасаймыз. Жақсылап қолмен осылай араластырып мыжғылап аламыз. Қатты езудің қажеті жоқ. Ұн мен сары майымызды біріктіреміз. Жұмыртқа қосылған суымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Жақсылап екі шетінен осылай араластыра отыра біріктіріп аламыз. Қатты илеп жіберудің қажеті жоқ. Бір-біріне біріксе болғаны. Арасында сары майлардың крошкалары қалу қажет. Ерітіп алмай біріктіріп, осылай пакетке салып 15-20 минутқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Сол кезде мұздап, жайылуы тез болады. Сол уақыт аралығында кремін дайындауға кірісейік. Асты қалың ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Құмшекерімізді қосып жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғанша ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп араластырып алыңыздар. Оның үстінен ұнымызды, крахмалымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай ұнның түйіршіктері қалып кетпеуін қадағалаңыздар. Жақсылап араластырып болғаннан соң, үстінен сүтті аз-аздан қосып араластырамыз. Сүтіміз жылы, мұздай болуы маңызды емес. Мен тоңазытқыштан алып қосып жатырмын. Осылай бір қолымызбен қоса отырып, бір қолымызбен жақсылап тоқтаусыз араластырамыз. Сол кезде бір келкі болып шығады. Барлығын құйып алып, араластырамыз. Енді осы массамызды жақсылап бір араластырып алып, баяу отқа қоямыз. Баяу отта газдың қасынан кетіп қалмаңыздар. Осылай араластыра отыра қайнататын боламыз. Тоқтаусыз айналдырып қозғап тұрыңыздар, өйткені астына түсіп кетіп, асты жабысып қалуы мүмкін. Осылай қуыланған кезде сары майымызды салып, бетіне пищевой пакетімізбен немесе кәдімгі целлофан пакетпен ауа өтпейтіндей етіп жауып қоямыз. Және де сары майымыз ерігенше толығымен суығанша қалдырамыз. Бөлме температурасында. Сары майымыз толық еріді. Енді целлофан пакетімізді алып тастап, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің өте дәмді қайнатпалы креміміз дайын болды. Бұл тортқа басқа да кремдер қолдана берсеңіздер болады. Енді толығымен суыту үшін бетін жауып қалдырамыз. Жаңағы қамырымызды алып, 6 бөлікке бөлеміз. Мен үлкен торт жасайын деп тұрмын. 30-40 формаға 6 бөлікке бөліп қамырымды жайып аламын. Қамырдың бір бөлігін аламыз, пергамент қағазға орналастырып, үстіне пергамент қағаз қойып жаямыз. Бұл бірінші жаю тәсілі. Осылай жайсаңыздар болады. Он сеппей жаямын десеңіз, оқтаумен баса отыра, осылай ақырында 4 бұрышты формаға келтіріп жайып шығамыз. Бетіндегі пергамент қағазын алып тастаймыз да, он себе отыра, өзімізге керек формаға жеткенше жайып шығамыз. Сіздер домалақ етіп жасағыларыңыз келсе, дәл осылай жасап, домалақ формаға кесіп алып пісірсеңіздер болады. Бұл кезде қамырымызды 6 бөлікке емес, 10-12 бөлікке бөліп, домалақ етіп формаға келтіріп пісіре берсеңіздер болады. Достар, менің арнамда оқтаусыз жайылатын медовик, вупи-пай, оригинал торттар, пирожнылар, көптеген оңай дайындалатын рецепттер бар. Сол үшін менің арнамды таппай қалмас үшін видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Енді формамыз алып, теріс бөлігіне осы қамырымызды орналастырып шығамыз. Теріс бөлігіне орналастырып, артық бөлігіне шетіне жеткенше оқтаумен жайып аламыз да артық бөлігін кесіп тастайтын боламыз.
Осылай шетін тегістеп кесіп шығамыз да, шетін бөлек пісіріп алсаңыздар болады, немесе бәрін қосып тағы да бір корж шығарсаңыздар болады. Ол әсемдік үшін пайдаланатын боламыз. Екінші жаю тәсілі пергамент қағаз төсемей, тек қана осылай ұн себе отыра қолдың көмегімен және оқтаудың көмегімен осылай видеода көрсетілгендей етіп жайып шығамыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жайып берсеңіздер болады. Достар, лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар. Сіздер Наполеон торты қандай рецептпен жасайсыздар, бөлісе отырыңыздар. Және де видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, осы рецепт ұнаса, әлеуметтік желіде достарыңызбен бөлісіп қоюды да ұмытпаңыздар. Қазақ фудблогының дамуына үлес қосып, қолдап отыруларыңызды өтінемін. Формамызға теріс жағына міндетті түрде теріс жағына саламыз. Сол кезде кесуге ыңғайлы болады. Формамыздың, тортымыздың, яғни размері бірдей болып шығатын болады. Осылай жайып аламыз да артық бөлігін кесіп тастаймыз. Барлық қамырымызды дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп жаямыз. Шеткі бөліктерін кесіп шығамыз және де қамырымызды пышақтың немесе шанышқының көмегімен осылай беткі бөлігін тесіп шығатын боламыз. Қамырымыз ісіп кетпес үшін. Артық қамырымызды осылай жинап, бір корж жасап алдым. 180-200 градуста 15-20 минут аралығында пісіреміз әр коржды. Енді тортымызды жинауға кірісейік. Мынау дайындап қойған қайнатпалы креміміз 3-4 қасықтан салып, барлық жеріне жеткізіп жағып аламыз да, келесі бөлігін қойып, тортымызды солайша жинап шығатын боламыз. Бұл тортқа кез келген крем жарай береді. Сгущенкамен жасасаңыз да, қаймақпен жасасаңыз да, және де крем-чиз қолдансаңыз да өте дәмді болып шығады. Бірақ классикалық рецептте Наполеон тортын осы қайнатпалы креммен жасайды. Осы креммен жасап көрсеңіз өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өзімізге қатты ұнады. Бетіне осылай орналастырып, 4 ас қасықтан салып, барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, естіп тұрғандарыңыздай торт қытырлақ, хрустящий болып шыққан. Тортты дәл осылай пайдалансаңыздар болады. Мен биік болғанын қалағандықтан 2 бөлікке бөліп, бір-бірінің үстіне орналастырып шықтым. Сол кезде тортым биік әдемі болып шықты. Артқы шеткі бөліктерін кесіп тастаймыз да, қалған кремімізді бетіне және шеткі бөліктеріне толығымен жағып аламыз. Мінекей тортымыз осындай әдемі болып шықты. Қайнатпалы кремімізді толығымен сыртынан жағып аламыз да. Келесі кезекте қалған осы шеткі бөліктерін алып, крошки жасайтын боламыз. Және де жаңағы қалған қамырдан бір корж шығардым, оны да езіп алдым. Бетіне және шеткі бөліктеріне әрлеу үшін пайдаланамыз. Беткі бөліктеріне осылай сеуіп шығамыз алдымен. Қатты езіп жіберудің қажеті жоқ. Қолдың көмегімен езіңіздер, блендердің көмегімен езбей ақ қойыңыздар. Осылай ірі-ірі болып тұрса, әдемі көрінетін болады. Бетіне сеуіп алдық. Енді шеткі бөліктеріне де барлығын крошкиларын орналастырып шығамыз. Сонымен біздің тортымыз дайын. Қалауыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен әрлеу үшін құлпынайды пайдаландым. Түрі де әдемі болып шықты. Егер қытырлақ болғанын қаласаңыздар, бірден кесіп жей берсеңіздер болады. Жұмсақ Наполеонды ұнатсаңыз, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қалдырсаңыздар, кремі сіңіп, жұмсарып әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.